Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Венера. Алдыңғы видеоларымда жасаған пряник барлығына ұнауына байланысты, енді сіздерге шоколадты пряник рецептін көрсеткім келеді. Бұл жай пряниктерге қарағанда одан да тәтті, жұмсақ, күшті болып шықты. Сонымен қатар минималды ингредиенттерді талап етеді. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Олай болса, жасауға кірісейік. 300 мл бөлме температурасындағы жылы айранға 1 шай қасық сода саламыз. Араластырамыз. Айранымыз осылай көпіріп реакцияға түседі. Енді осыған 200 грамм қант, шым-шым тұз, және 1 жұмыртқаның сарысын саламыз. Ағын қазір глазурьға керек болады. Оны да алып қалыңыздар. Ағы қазір бізге глазурьімізге керек болады. Пісте май. Енді ұнымызға какаоны араластырып, осы ұнды екіге бөліп салып араластырамыз қамырымызды. Осыны енді қамыр қылып илейміз. Осымен қамырымыз дайын болды. Егер де қолыңызға жабысып жатса, кішкене бетіне ұн сеуіп, осындай әдемі шоколадный қамыр илеп аламыз. Қамырымыз біраз тұрып дайын болған соң, алып жаямыз. Қалыңдығы 1 сантиметрдей етіп жайып аламыз. Осылай жайып алып қамырымызды 1 сантиметрдей қалыңдықта. Сосын кәдімгі стаканмен пряниктерімізді мінеки осындай пряниктерімізді дайындап шығарамыз. Енді пряниктерімізді 180 градус пешке 15 минутқа салып пісіріп аламыз. Глазурь дайындау үшін жаңағы 1 жұмыртқаның ағын 150 грамм қант ұнтағына қосамыз. Және де 1 шай қасық лимонның шырынын қосамыз.
Енді осыны сұйық масса болғанға дейін араластырамыз. Осымен глазуріміз дайын болды. Осындай сұйық болады. Осымен пряниктеріміз пісіп шықты. Енді мынау глазурға бірден сыртын глазур жағып шығамыз. Қараңыздар, қандай жұп-жұмсақ пряник болған. Осымен достар, біздің пряниктеріміз дайын.